Volvo деген трак бұл, трак трейлермен. Бұл күндіз осылай тұрғанымен кешкісін бұнда ешқандай орын табылмай қалады, толып сыймай қалады трак. Қоятын жер табылмай. Соның өзінде бұл Америкада бұл трак қоятын парковка жоқ, табыл қиын болады. Ана трейлерді айтады флетбед, яғни оған осындай строительный материал, ашық заттарды тасуға арналған. Ал бұл драйвен Coca-Cola. Бұл Petro деген тракстап. А бұл CALS, Certificate CALS деп жазылып тұр ғой осы. Бұл дегеніміз үлкен трактарды өлшейтін веса, я. Бұған арнайы осы жағынан кіріп келеді, осылай. Кіріп келіп, тоқтап, осында тұрып өлшенеді. Егерде сіздің салмағыңыз артығымен көрсететін болса, оны реттеп жүргізуге болады. От мұнда. Мынау ешқандай жүк жоқ, бірақ өзі тексеріліп жатыр. Егер сізге өте ауыр салмақпен жүк артып болған болса, онда трейлеріңіздің fifth wheel'ын тандемді алдыға артқа жүргізіп реттейсіз. Басқа штаттарға жүрген кезде жолдың бойында осындай weigh station деген бар. Жүк өлшейтін стейшндар өте көп. Соның кез келгенінде сізді тоқтатып, жүгіңіздің артық салмағыңызды білетін болса, 10 сағатқа сізге жүру құқығынан айырылады, және де ол сол жерде артық салмақты затыңыздың жартысын тастап кетуге де мәжбүрлеу әбден мүмкін. Сондықтан жүрердің алдын барлық жүргізушілер осындай салмақ өлшемге келіп, өздерінің салмағын біліп, артық салмақ жоғына өздерін жеткізіп алып бірақ жүреді. Америкада дальнобойщик, яғни үлкен жүк көлігін айдауға арналған куәлікті қалай алуға болады? Алу жолдары, қандай документ қажет? Соның барлығын осы видеода көретін боласыз. Сондықтан соңына дейін қараңыз. CDL дегеніміз Commercial Driver License, яғни үлкен жүк көлігін айдауға арналған куәлік. Бұл куәлікті алу үшін сіз Америкада заңды түрде тұрған болуға жетсіз. Егер де сіз заңды түрде тұратын болсаңыз, сізде міндетті түрде болады Social Security Number. Ол дегеніміз бізше айтқанда ИИН. Екінші Employment Authorization Card. Ол жұмыс істеуге рұқсат деген документ. Осы екі документті сіз Америкада ешқандай жерге заңды түрде жұмысқа тұра алмайсыз. Келесі, сіз CDL алу үшін ең бірінші қадам ол үйіңіздің жақын жеріне орналасқан медцентрларға звондайсыз. Google'ге жазасыз DOT Medical Exam деп. И сонда шыққан медцентрларға звондайсыз. Бағасы қанша болатынын біледі. Негізі орташа есеппен $150-80 Medical Exam өтуге болады. Medical Exam дегеніміз сіздің бойыңызды, салмағыңызды, көзіңіздің көру дәрежесін, құлағыңыздың есту дәрежесін, наркотикалық заттар қолданасыз ба, жоқ па дегенді тексеретін, жалпы денеңіздің денсаулығын тексеретін құжат. Барасыз, сіз өзіңіздің Employment Authorization Card, Social Security документіңізбен барасыз, сол жерде сізді тексеріп, арнайы тексерілген нәтижесін береді. Оның ешқандай қиыншылығы жоқ. Жалпылама айтқанда, көп адамдар ондан өтеді. Егер де сіз наркотикалық зат қолданбайтын болсаңыз, қалғаны ешқандай мәселе болмайды. Осындай 3 документ алдыңыз. Келесі емтиханға дайындаласыз. Емтихан жалпылама айтқанда екі түрге бөлейік. Бірінші ол тест түрінде, екіншісі практикалық түрінде болады. Ол тестісінің өзі 3 түрлі тест тапсырасыз. Бірінші General Knowledge, жалпы мағлұмат. Екіншісі Airbag, үшінші Combination System, яғни трак пен трейлердің қосындысы. Осы 3 тестін тапсырғаннан кейін сіз барып практикаға өте аласыз. Осы 3 тестіні сіз өзіңіздің қалаңыздағы, өзіңіздің тұрғылықты жеріңіздегі DMV, яғни көлік құралдарын тіркеу орталығына барасыз. Сол жерде сіз осы 3 тестін тапсырасыз. Осы 3 тестіні сіз бір күнде тапсыруыңызға да болады, немесе үшеуін жеке-жеке бір күнде тапсыруыңызға болады. Бұл тесттердің дайындалуға қатты қиындылығы жоқ. Егер жақсылап дайындалсаңыз, нашар ағылшын тіліңіз болса да, даже элементary дәрежеңіз болса да, бұл тестін тапсыруға болады. Ең бастысы жақсылап дайындалу қажет.
Бұл тесттерге қалай дайындалатынын ссылкаға жазамын. YouTube'да арнайы видеолар бар, сол видеолармен жақсылап дайындалсаңыз болады. Сонымен осы 3 тестін тапсырып болдыңыз. Қателеспесем 50-50 сұрақ болады. Или 50-25-25. Осы дардың 40-ына дұрыс жауап берсеңіз, сіз автоматты түрде тапсырған болып есептелінесіз. Осы 3 тестіңізді тапсырдыңыз, сәтті тапсырып болдыңыз. Тапсырып болғаннан кейін сізде сол DMV-да береді пермит. Пермит дегеніміз сіз сатыңызбен сіз қаладағы орналасқан сидел правасын оқытуға арналған школадар болады. Сол школға барасыз. Ол школға бару үшін сізде міндетті түрде болу керек осы пермит, сидел пермит деп айтылады, және medical exam қағазы, social security және де employment authorization card. Бірақ ол employment authorization card пен social security көп сұрай бермейді. Ең бастысы medical exam и пермит міндетті түрде болу керек. Сол екі документіңізбен школаға келдіңіз. Школаны таңдау ол бағасына байланысты сіздің, және де орналасқан жеріне байланысты. Егер де бағасы арзандау, алыста болса, тоже өзіңіздің жағдайыңызға байланысты қараңыз. Негізгі жалпылама бұл школадардың бағасы ең арзаны ұзақ уақытқа 2-3 ай оқисыз. Қателеспесем 3000-нан 5000 аралығында болады бағасы. Егер жылдан бір айдың ішінде бітірем десеңіз 4300 где-то сондай болады. Бұл школада сіз оқуға кем дегенде 1,5 ай кетеді. Ең жылдам тапсырғаныңыз 1,5 ай болады. Өйткені 2022 жылғы февраль айының 7-сінен бастап бұл DOT заңды өзгертті, яғни commercial driver license алу үшін онлайн тағда қосымша оқу жүйесін енгізді. Себебі көп деген жолда авариялар болды, тіл білмеушілік болды, және де бұл техниканың характеристикасын білмегендіктен өте көп деген жағдайлар болғандықтан DOT арнайы осы онлайн сабақты қосты. Бұрын ол болмаған. Онлайн сабақ оқығаныңыз өзіңізге өте пайдалы. Менде де сол онлайн сабақ қосылғаннан кейін алдым. Сол өте көмектесті. Себебі сіз жолда жүргенде қандай бір жағдай болады тракқа, мысалы бір жері сынып қалды, бір жері бұзылып қалды. Сіз онлайн оқығанда басынан бастап үйренесіз. Трак дегеніміз не, оны қалай, қандай жүйелері бар, қалай айтылады, қалай ол іске қосылады, тормоздық жүйесі қалай іске қосылады, моторы қалай, коробкасы қалай, ішіндегі салондағы кнопкалары қалай жұмыс істейді, барлығын сізге түсіндіреді. Өте күшті онлайн сабақ. Сол онлайн сабақты оқығанда сіз тракты барлығымен білесіз, оқығандықтан айтасыз, менде осындай тормоздық жүйеде ақау келді деген сияқты өзіңіз толығымен айтып бере аласыз. Ол өзіңізге өте ыңғайлы болады. Сондықтан онлайнын міндетті түрде оқисыз. Оқу кезінде онлайн оқығаннан кейін тағы да қосымша тест тапсырасыз. Егер онлайнын жақсы оқысаңыз, ол тест тапсыру мүлдем қиыншылығы жоқ. Сонымен онлайнды оқып болдыңыз, енді нағыз школадасыз. Школада жүрген кезде сіз 3 түрлі емтиханға дайындаласыз. Бірінші емтихан ол PTI, Pre-Trip Inspection. Ол дегеніміз онлайн оқумен бірдей, яғни бұл трактың характеристикасы. Сіз моторын, капоттың астындағы затты, салондағы затты, трейлерді, үшеуін барлығымен түсіндіріп айтып бересіз. Ол PTI ең қиыны, бұл емтихандардың ішіндегі PTI, осы Pre-Trip Inspection деп айтылады. Бұнда сіз тек қана ағылшынша айтасыз. Сол себепті оны ағылшынша айту үшін жаттауыңыз керек. Жаттайсыз, жақсылап жаттап күніне қайталай берсеңіз, школада жүрген кезде ең ұзағы 2 аптаның ішінде сіз барлығын тапсырып шығуға болады. Яғни PTI. Сонымен, бірінші емтиханды тапсырдыңыз школаның өзінде, яғни PTI. PTI-ді жақсы тапсырып болдыңыз, келесі этапқа көшесіз. Келесі этап ол паркинг. Яғни осылай школаның ішінде паркинг жасаудың 3 түрі болады. Бірінші, трак пен трейлерді алдыға артқа жүресіз, тек алдыға артқа. Екіншісі change line, яғни
линияңызды ауыстырасыз. Оң жақ линиядан сол жаққа, сол жақ линиядан оң жаққа паркинг жасау. Үшінші ол әлидок, яғни максималды түрде тракты айландырып, келесі паркинг лотқа тұру. Осы үш паркинг үйренгеннен кейін сіз тағы да емтихан тапсырасыз. Сол өзіңіздің оқып жүрген школыңыздағы адамға, емтихан қабылдайтын адамға емтихан тапсырасыз. Осы үшеуін жақсылап сәтті тапсырғаннан кейін келесі этап ол сіз вождение, яғни жүргізу. Жүргізуге көшесіз. Жүргізу ол қаланың ішінде. Қаланың ішінде сіз оқу барысында бұның барлығын параллельно істеп жүресіз. Сіз бірінші таңертең ерте мектепке келдіңіз оқуға. Мынандай күшті табиғатта мына жақта трактор қолмен заттарын тасып, клиентке апарып беріп келіп жатқан мұнда үйлену тойы болып жатыр. Мына шіркеулеріне деп осылай некесін қойып жатыр. Hello, congratulations! Күшті табиғатта біздегі сияқты қаншама адам болып жүрмейді екен бұлар. Инспекшнді дайындалдыңыз, одан кейін аппойнтментіңіз тура уақытымен келе қалмайды. 11-ден 1-2-ге дейін күтіп, сол паркинг жасайсыз, 15-20 минут. Одан кейін сіз вождение паркинг жасап болғаннан кейін оқу барысында 3-тен 4 рет сіз қаланың ішінде вождениеге жүруіңізге болады. Сол оқу барысында сол үшеуін қайталап отырасыз. Қайталап, осы үшеуін жақсы сәттілігімен тапсырып болғаннан кейін сізге осы емтиханын жақсы тапсырды, сәтті болды. Осы берген қағазымен сіз DMV-ға барасыз. DMV-дан қосымша $45 төлейсіз. $45 төлеп, сіз өзіңіздің commercial driver license, яғни үлкен жүк көлігін айдауға арналған куәлігіңізді қолыңызға аласыз. Айта кететін жағдайлар: бірінші, оқу барысында сол күні сізбен бірге бастаған адаммен бірге PTI-ді оқыңыз. PTI дегеніміз Pre-Trip Inspection. Яғни, ең бірінші сіз оған айтасыз. Айту барысында ол сізді қағазымен, документпен тексеріп отырады. Оқу материалдарын школдан беріледі. Сол оқу материалдағы PTI основном. PTI-ді айтып жатқан кезде екінші адам сізді тексеріп отырады. Мына жерінде қате айттың, осыны осылай айтасың деп дұрыстап. Келесі сіздің жаныңыздағы адам айтқанда, сіз оның қатесін дұрыстап отырасыз. Сол кезде миыңызға жақсы қонады және сенімді, жылдам оқуға мүмкіндік болады. Оқу барысында міндетті түрде аппойнтмент алыңыз. Мысалы, паркингке аппойнтмент болмаса, адам көп болады, өте көп уақытқа күтіп қаласыз. Аппойнтмент дегеніміз айдауға рұқсат уақыты. Аптасына сіз күнде, мысалы, күнде мен сағат 11-де келе аламын. Немесе таңғы ерте, немесе кешке, немесе түске. Қайсы уақыт сізге ыңғайлы, соған жазылып, мектепте ақшасын төлеген кезде айтасыз, мен осы уақытта мен аппойнтмент алғым келеді деп, сол уақытқа аппойнтмент береді. Сол аппойнтментіңізбен уақытыңызды тиімді пайдалана аласыз. Және де бұл сидел правасын алу кезінде ағылшын тілін қосымша оқыңыз. Мысалға айтатын болсам, мен оқыған кезде Африкадан келген бір адам болды, тоже басқа бір Есенгеден келген тоже бір адам болды. Олар мүлдем ағылшын білмеді. Испаниядан келген қаншама адамдар болды. Мүлдем ағылшын білмеді, бірақ оқып жүрді. Созбай, мұқият, жақсылап дайындалсаңыз, 1,5 айдың ішінде сіз праваңызды алуға әбден мүмкін. Ең бастысы талпыныс. Тағы да бір айта кететін жағдай, әсіресе Есенгеден келген адамдар ағылшын тілін білмейміз, немесе аз білеміз деп, орыс тілді сидел мектебіне барады. Олардың бағасы американдықтармен салғастырғанда 2 есе қымбат, және де ешқандай да бір сізге жағдай жасалмаған. Мен көп адамдардан естідім, менімен бірге оқыған адамдар сол орыс школы арқылы американдық школға келді. Мысалы, олар интернеттен табады, орыс тілді мектепке барады, сол жерде ақшасын 2 есе қымбат ақшасын төлеп, бір апта сол орыс тілді мектептің офисында жүреді. Офисында PTI-ға дайындалады. Кейін, бір аптадан кейін олар американдық мектепке жібереді. Американдық мектепте ол трактор бар, паркинг жасайтын орындар бар, қаланың ішінде жүруге рұқсат етілген трактормен барлық жағдай жасалған. Ал орыс тілді мектептерде ондай
жағдай жоқ. Олар былайша айтқан кезде делдалдар. Сіз 2 есе қымбат ақша төлеп, уақытыңыздың барлығын құртасыз. Сондықтан ағылшын тіліңіз жоқ болса да, бірден ағылшын тілді мектепке барыңыз. Ол сізге бірінші ағылшын тіліңізді сәл де болса да үйренуге көмектеседі. Екінші, ақшаңызды экономдап, жылдам сделіңізді аласыз. Және де егер механика немесе автоматты түрде коробкамен тапсыруға болады. Механика сәл қымбаттау болады, автоматты түрдегі коробка сәл арзандау болады. Себебі сіз механикалық коробкалы тракпен тапсыратын болсаңыз, емтиханды оқып, онда сіз жолға шыққанда кез келген тракты айдай беруіңізге мүмкіндік болады. Мүмкін автоматты түрде коробкасы болса да, механикалық коробка болса да. Ал егер автоматты түрдегімен оқысаңыз, тек автоматты айдайсыз. Бірақ та қазіргі жағдайға байланысты трактардың 80%, 80-де даже 90% тек автоматты коробкалы болғандықтан механикаға деп артық ақшаңызды құртпаңыз, тек автоматты түрде коробкамен оқығаныңыз өзіңізге абзал. Сонымен алған сделіңіз құтты болсын, жолыңыз ақ болып, табысыңыз мол болып, әрқашанда тек жақсылыққа трагыңыздың дөңгелей берсін. Сәттілік.